торғай мен тышқан. Ерте кезінде торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі бірігіп егін егіпті. Тышқан тырнаймен жерді қазып, торғай тұмсығымен соғып бидайды септі. Егін өте жақсы шығыпты. Торғай мен тышқан бітік өскен бидайды жинап алып, тең бөлісе бастайды. Бір бидайдан қалады, соны қайсы аларын білмей, ақыры жанжал басталады. Торғай тұмсығымен соғып, тышқан тырнағымен тырналай оқыслап, бір-бірімен ұзақ төбелеседі. Маңайда арашалайтын ешкім болмаған соң, бір кезде шаршап барып тоқтайды. Ақыры өздерінің үйлеріне барып жүгінбек болады. Алдымен тышқандар биіне келеді. Тышқандар бие: "Бұл бидай тышқан алуға тиіс, өйткені тышқанның күші көп. Ол тырнағымен жер жыртып, ортымен бидай септі" дейді. Бұған торғай келіспеген соң, тышқан екеуі торғайлар биіне келеді. Торғайлардың биі: "Бұл бидай торғайдікі, себебі торғай егінге түскен барлық құртты жойған. Күнде үстінен ұшып, егінді күзеткен" дейді. Бұған да келісе алмаған соң, торғай мен тышқан далада қой бағып жүрген бір шалға барады. Шал дәнді алып екеуіне теңдей бөліп береді. Бұған торғай да, тышқан да разы болып, өз жөндеріне кете бастайды.